Сәлем достар, барлықтарыңызға. Осы 2023 жылдың 22 наурызына қонаққа барып қайтайық. Өзіміздің жаңа жылға. Достың күні наурыз мерекесі құтты болсын. Ақшамызға денсаулық, жақсылық, мұңшылық тілеймін. Қонаққа бара алып папамыз алға кеткен болатын. Апамыздың қайтыс болғанына 10 жыл болды. Соған қатым түсіреміз деп таксиге отырып алып, мамамыздың ең үлкен апайының үйіне кетті. Қуаныш келесі аға жеңгемнің қызы Саяжанмен ойнады. Ол да болмайды, Қуанышты көтерім деп қызығып. Сол тамақ ішіп әңгіме айтып, осылай отырдық. Қуаныш сонықта қалды. Одан кейін мамамның Камалтенцайсынан келген апайымен жеңгем қызы үшеуі қайтып кетті. Біз Қуаныш оянғанын күтіп отырдық. Жеңгем қазір біздің үйге келіңіздер деп болмай бізді үйге қонаққа шақырып, қазір дайындала беремін деп кетіп қалды. Біз отырдық, мәсіне пайден пока что Қуанышым оянғанша далаға сығала қоям. Әне жерде біраз қарлар бар екен, анжықтай қар еркетіпті деп қарап қоям. Ең оятқан соң біз ары қарай кеттік күшті жаққа жеңгемнің үйіне. Бұл көріп отырғандарымыз күштіға барар жол. Мына жерде KFC бар, Мұстав деген диагностический центр, технодом, мега. Көп нәрселер бар, осы жерден өтімізді. Ар жерден Макбертежский мост, потом и күшті дальше. Бұл Марал жеңгемнің бізді жайғандастар ғана көздің жауын алады. Содан ойнап күліп, кеш батқан соң үйге де қайттық. Қыдырып бүйілдік. Кейдеміз. Қуанышықты қалғанда істі. Содан біраздан кейін Қуаныш батырымыз тұрып алды. Әне жүр. Апасының телефонын ұстап. Содан кейін өзінің ойыншықтарымен біраз ойнап жүрді. Түн ішінде шай ішпесек қазақ боламыз ба деп шай ішіп алдық. Сәлік дайындықпыз. Әкс ойнап жүр. Қуаныш ұйықтаған соң барып ұйықтаймыз. Мен енді ештеңе жаттырмай. Қайырлы түн дедім. Тынышталмайсың. Ештеңе дейін.